Барлық киносүйер қауым, қайырлы таң, күн немесе кеш. Бұл видеоны қай уақытта көретіндеріңізге байланысты. Логично. Бүгін біздің назарымызға ілінген туынды тағы бір комедиант Нұртас Адамбайдың «Әкім» кинофильмі. Ты шутишь? Жалпы кино не жайлы, қандай образдар бар, басты идеясы мен мәні неде екенін бірге талдайтын боламыз. Бұл комедияда байдың баласы жайлы. Дегенмен осы жолғы басты кейіпкер бизнесте емес, мемлекеттік қызметті таңдапты. Әкесі таныстар арқылы жақсы жұмысты тауып қойған. Бірақ кинода да, өмірде де барлығы біз ойлағандай бола бермейді. А как же вы собираетесь служить государству? Десе де бұл фильмдегі әкесінің танысын пара алған үшін орнынан алып тастаған. Өмірде де осындай жағдайлар көбірек болса ғой. Сонымен бәкес-әкес жоқ жігіт енді өз таңдаған емес, жаңа бастық қалаған қызметке орналасады. Қаладан тек шетелге оқуға немесе демалуға шыққан городской жігіт ауылға әкім болып барады. Әкімнің орынбасары мен жүргізушісі кешігіп, жаңа бастықтарын уақытында күтіп алмайды. Ескі УАЗик пен шаң-шаң қара жол. Жаңадан сайланған әкімнің ауылмен танысуы осылай басталады. Нағыз ауылдың адамдары бірден дастархан жайып бас асып қарсы алғанымен қонақтары алдына қойылған басты да мол дастарханды да менсінбей демалуға кетіп қалады. Айтпақшы, дастархан басындағы мынандай бір әзіл құлаққа біраз ерсі естіледі екен. Балаларыңызбен көретін болсаңыздар, осы сәтті өткізіп жіберуге кеңес беремін. Вы конак, это бас. Конак бас получается? Даладағы душ, қол жуғыш, дәретхана басты кейіпкерге біртүрлі болып көрінеді. Тіпті әкімдікке барар жолда итальяндық аяқ киімін былғап алады. Ауыл өміріне үйрене алмаған, қаладан келген орысша білмейтін әкім фильмнің басты конфликті бола алмайтыны анық. Сондықтан сценаристер фильмге антагонист енгізген. Ломай меня полностью. Ол жаңа әкімнен құтылғысы келіп жүрген аудандық депутат. Депутатқа керегі ауылда газ бен су құбырының тартылмауы, себебі дәл соның компаниясы ауыл тұрғындарына су мен газ сатып ақша тауып отыр. Депутатқа көмектесіп жүрген әкімнің орынбасары тіпті басты кейіпкерді қонаққа шақырып, масайтып, әңгімесін диктофонға жазып алып, масқара етпекші болады. Бірақ өзі бірінші масайып, бұл жоспары іске аспай қалады. Қазақша үйрену үшін қазақ тілі мұғалімінен сабақ алып жүріп, оны ұната бастайды. Бұл рөл Гүлназ Жолановаға берілген. Осымен екінші отандық комедияда Гүлназ ауылдың Джульеттасының рөлін сомдайды. Бірақ Нұрланнан қарағанда Нұртастың ғашығының ескі Волгадан жасалған кабриолеттен жүретін ағасы болып шықты. Соның кесірінен ертеңінде әкім қазақ тілі сабағына фингалмен барады. Ауылдың қызына деген махаббаты басты кейіпкердің ауылға деген сезімінде оятты. Ауылда сенбілік жасап, жұмысқа білегін сыбана кіріскені сол еді, оған маңызды екі қоңырау соғылады. Біріншісі, ауылдағы жігітін күте алмаған қызы басқа адамға ғашық болғанын айтса, екіншісі, әкесі оның қалаған қызметіне сөйлесіп қойғанын айтып, қалаға қайтып келуіне бірнеше себеп пайда болады. Егер басты кейіпкер дәл осылай қалаға қайтып кететін болса, көрермендер дәл осы сәтте орындарынан тұрып, кинотеатрдан шығып кетер еді. Бірақ әкім мырза ауылды таңдады. Аудандық депутатты әшкерелеп, ауылдың жағдайын жақсарту бағытында аянбай жұмыс істейтінін айтты. Хотя бы кинода әкімдер айтқан сөздерінде тұрса екен. Бұл фильм еліміздегі басты мәселелердің бірі мемлекеттік қызмет системасы мен жемқорлықты, ауылдағы ағайынның кеңпейілділігі мен қонақжайлылығы сияқты тақырыптарды қозғайды. Фильмде өз образдарын керемет сомдап шыққан басты рөлдегі актерларға да алғысымыз шексіз. Осымен кезекті бағдарламамыз соңына келіп жетті. Келесіде тағы бір отандық фильмге шолу жасайтын боламыз. Маған көбісі фильмдерді қатты сынамайсың, жай мақтап қана қоясың деп айтуы мүмкін. Дегенмен Қазақстанда түсірілген фильмдерді Голливудтық немесе Netflix түсірген фильмдермен салыстыру мүмкін емес. Ал кез келген фильмнің шынайы бағасын беретін халық екенін де естен шығармауымыз керек. Отандық фильмдер көп және сапалы бола берсін. Сіздермен болған менімен болған сіздер.